Құрметті достар, сіздермен бірге The Guest Show бағдарламасы бүгін бізде қонақта. Алаш Прайд командасының мүшесі, бүгінде СЕ жауынгері Қаршыға Дауытбеков. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жалпы бірінші сұрақтан бастап кетейік. Жалпы оңтүстіктің жігіт екеніңді баршамыз білеміз. Жалпы қай өңірдің жігітісің өзің? Мен осы қазіргі Түркістан облысы Төле би ауданы Сарқырама деген ауылды мекенде туып өскем. Жанұямызда өз екі баламыз, мен інім бар, Қайыргелді деген. Оқуды мектепте сол жерде, жалпы орта мектепте бітіргенбіз. Қазіргі уақытта 10 жылдай уақыт болды, Шымкент қаласының өзінде тұрам. Жақсы. Отбасылық құндылық дейді, енді отбасылық өнеге, отбасылық тәрбие дейді. Жалпы өзің кімнің қолында өстің және кімге еліктеп өстің? Енді біз кішкентай кезімізде әжеміздің қолында өскенбіз, ауылда. Сосын жанұялық жағдайларға байланысты Астана қаласына көшіп, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына көшіп, әке-шешем сол жақта жұмыс жасаған. Солардың қолында, солармен бірге бізде көшіп барып, 7-8 жылдай уақыт сол жақта тұрдық, өмір сүріп, кейін еш жинаған кезімізде қайтып Шымкентке көшіп келдік қой. Қазіргі уақытта да осында Шымкент қаласында тұрамыз. Жақсы. Жалпы отбасыда қаншасыңдар? Отбасында екеуміз, мен інім бар. Жалпы төртеуміз ғой. Мен інім бар, әке-шешем. Енді отбасыда бұндай ережесі жекпе-жекке қалай қарайды? Енді анаң тақым басып отырады, ол белгілі ғой, көрмесе де жүрегі ауырады, ана болған екен баласына. Қалай қарайды жанұям? Енді бұл спорт біз үшін бұл жұмыс сияқты. Уже қанша жылдан бері айналысып жүргеннен кейін өзіміз бір хобби ретінде емес, жұмыс ретінде уже профессионально қараймыз. Біздің үйдегілер басында жалпы қарсы болған. Өзімнің анам қарсы болған, бірінші уақытта түсінбеді, бұл қандай спорт екен, қалай не болатын, болашағы қалай болатын, ешкім білген жоқ. Даже әке-шешемнің өздері екеуі де қарсы болды. Айналыспа деді. Енді өзіміз кішкентай кезінен спортқа қызығам. Сондықтан да осы спорт мен үшін ауыр болды деп айта алмаймын, таңдау. Осы спортты таңдауыма бір себепші болған кісілердің бірі өзімнің жаттықтырушым Оралбеков Ильяс деген ағайым бар. Сол ағай себепші болып осы ММА-ға алып келді бірінші рет. Жалпы мен спортты негізі спорттағы жолымды бокстан бастағам. Бірінші айналысқан спортым бокс болады. Бокста бір 3-4 жылдай айналысып, кейін 2015 жылы осы ММА-ға ауыстық. Аллахтың қалауымен. Қазіргі уақытта да осында Естанов Мұрат деген жаттықтырушым бар ММА-дан. Соның қолында жаттығу жасаймын. Қазіргі уақытта өзіңмен бірге бойларыңа, нелеріне бірге барып, қолдау көрсететін үйіңдегі отбасыңнан адамдар бар ма? Қазіргі уақытта менің әке-шешем сол ауылда тұрады. Олар сол жерде өздерінің жұмыстарымен айналысады. Мен қазіргі уақытта өзім қалада тұрам. Қалада маған осы спортта жанашқыр болып, қолдау көрсетіп, әрқашан қасымда жүрген өзіміздің ағаларымыз бар. Бәріне рахмет, алғысымды білдірем. Қазіргі уақытқа дейін осы 6 жылдан бері қасымда жүріп, қолдау көрсетіп жүрген барлық ағаларым, Рысбек деген ағам бар, Әлімжан деген ағам бар, Олжас. Өзің туыстарың ғой да? Ол мен туыстарым емес, осы спорт жолында танысқан ағаларым болып келеді. Сол ағаларыма алғысымды білдірем, қолдау көрсетіп, әрқашанда жарыста жеңген кездерімде де, жеңілген кездерімде де әрқашан менімен бірге қасында болып жүрген ағаларымның бірі солар. Енді бәрімізге мәлім, жалпы СЕ тұжырымымен 4 жекпе-жекке келісім шарт қол қойылды. Жалпы алда қанша жекпе-жек бар? Осы 2020 жылы СЕ тұжырымымен 4 жекпе-жекке келісім шартқа отырдық. Бірақ әлде бірде-бір жекпе-жек өткізілмеді. Біріншіден 2020-да коронавирус пандемия болуына байланысты
жарыстардың бәрі тоқтап қалды. Кейін 2020-ның соңында жарысқа шығуым керек болатын. Қарсыласым коронавируспен ауырып, жарыс болмады, жекпе-жегім өтпей қалды. Осы 2021 жылдың наурыз айында болатын өзімнің жекпе-жегімге ол кезде өзімнің денсаулығыма байланысты екі бүйрегім ісіп, суық тиіп, салмақ қуу барысында сонымен жарысқа шыға алмай қалдық. Сонымен қазіргі уақытта енді дайындалып отырық. Енді Алла қаласа болашақта бірінші жекпе-жегіме шығам деген әлі де ниетім бар. Дайындық осы жылдың соңына дейін бірінші жекпе-жекке шығу ойымызда бар. Сәттілік дейміз. Жалпы отбасыңда да немесе жаңа фанаттарың бар, мысалға өзіңнің сол жеке фанаттарыңда да жалпылама бір сұрақ бар шығар. Бойдақсың ба? Жоқ, мен бойдақ емеспін, үйленгенмін. Қанша бала-шаға? Енді сыр болмай, құпия бала-шаға жоқ пока. Жалпы енді Қаршыға біздің елімізде таласымыз жоқ қой, жалпы ММА болсын, RCC немесе жаңағы SA көп қой, жаңағыдай Найза Файт деген бар қазір. Жалпы кез келген ол промоушндарға, кез келген ол тұжырымдамаларға талас жоқ, мықты өзіндік орны бар. Бірақ енді сұрақ, жалпы бізге бір сұрақ, UFC-ға деген ой жоқ па өзінде алдағы уақытта? Қазіргі уақытта барлық спортшылардың, ММА-дағы спортшылардың ең биік шыңы ол UFC болып есептеледі. Оған біздің тек қазақстандық спортшылар емес, бүкіл әлемдегі спортшылар ұмтылады деп ойлаймын. Сол сияқты бізде алға қойған мақсаттарымыздың бірі қазіргі уақытта ол ACA тұжырымының поясын жеңіп алу, ол басты мақсаттардың бірі. Және одан кейінгі жоспарымыз сол Алла нәсіп етсе UFC-ға шығып қалармыз. Ал енді біздің бағдарламаға келген әр қонақпен ойынымыз болады. Сол енді біздің Нұрмахан деген бауырымыз бар, сол бауырымызды ортаға шақырайық. Сізбен бірге бір ойын, кішігірім ойын болсын. Vegas Show бағдарламасында кезекте ойын, әдеттегідей қонағымызбен ACA тұжырымында өнер көрсетіп жүрген Қаршыға Дауытбекпен. Қаршыға, қош келдің тағы да. Қош келдің. Мынау бокстың перчаткасы. Бұны не үшін алғанымды қазір саған түсіндіріп беремін. Мына перчатканы қазір екеуіміз киеміз кезек-кезек. Және де мұнда конфеттер бар. Осы конфеттерді 1 минуттың ішінде мына перчаткамен ашу керек. Кім қанша көп ашады, сол жеңімпаз болады. Жалпы сен өзің жеңіліп көрдің бе? Жалпы төбелесте. Жеңіліп көрдік. Қанша жеңіліс болды? Жалпы бір 17-ге жақын жекпе-жек өткіздім. Соның 3-ін жеңілдім, қалғандарында жеңіске жеттім. Бәрекелді. 17 жекпе-жектен 3-і ғана жеңіліс. Ал енді бүгінгі ойын бір қызықтырақ болсын деп енді осылай конфет алып қойдық. Бірінші Қаршыға Дауытбектен бастайық онда. Кеттік. Әреке, өзіңіз. Қазір минут тоқсатын боламыз. 1 минутта кім қанша көп конфет ашады екен. Бұл енді Қаршыға Дауытбекке жат нәрсе емес перчатка деген. Бұнымен жақсы істейді деп ойлаймын. Жұмыс жасайды деп көрейік. Қаршыға жалпы айтпадық біз қандай ойын болатынын. Сондықтан қазір мұнан ашу мүмкін емес сияқты. Оңай емес сияқты, Олай болса, біз минутымызды қосамыз. Қалай ашып тастау керек болды. Ашып қою керек, соңында санаймыз. Қай жақ қойым болсын, үстіне қоя береміз. Үстіне қоя берсем де болады, столдың үстіне қоя берсем де болады. Олай болса, кеттік достар. Старт.
Бәрекелді. Бірінші конфет кетті. Екінші конфет кетті. Үшінші конфет. Көрейік. Қаршыға конфеттер мыршып тастап жатыр. Енді төбелесіп жүрген адамдар болған екен енді. Конфет деген нәрсе. 51 секунд, 52 секунд. Төртінші конфет кеттік. Давай, қаршыға. 1 минут болды, стоп. Ал, құрметті достар, санайық. Қаршыға 1 минуттың ішінде 4 конфет ашып үлгерді. Енді кезек, менде қаршыға жарайсың. Білмеймін, маған қалай болады деген. Сен көреміз еді. Жалпы мен негіз перчатканы көп кимеген адаммын негізінде. Дайындалып келген сияқтысың ғой. Жоқ, мен негіз дайындалған жоқпын. Мен де кішкентай кезімде боксқа қатысқам негіз. Кішкентай кезімде боксқа қатысып, жағым майысып, одан кейін боксқа баруға қорқып қалғам. Көрейік, ал сбросты басшы берейік. Ал достар, кезек менде. Кеттік секунд. Мәсән, мұнамен вообще қиын екен. Біреулі башайын ма? Мен асығам деп қайта ашамай қабатқан сияқтым ғой мен. Мәсән, өте қиын екен адам. Біреу аштым, вот. Жалпы негізі қиын мәселе екен. Қолдарым қалтырамады ғой кәдімгідей. О, екеу аштым. Елу секунд болып кетті мәне уже. Минут кетті уже, бітті. Көрейік. Мен 1 минуттың ішінде екеуін ашыппын. Біреуі жартылай ашылыпты ғой енді. Бұл ойында жеңімпаз болған Қаршыға Дәуітбек. Алда Қаршыға осындай жеңістеріңде Құдай қаласа көп болсын. Биік шыңдардан көріне бір бауырым. От души. Рахмет. Қаршыға жалпы біздің келесі айдарымыз импровизация болады қазір. Білемін, сен спорттың адамысың, салмақтысыңдар енді. Бірақ бізде енді YouTube жоба болғандықтан кішкене көңілдірек өткені дұрыс деп ойлаймын. Қазір бір досыңа звондауың керексің сен. Және де мен мұнда ол звондаған досыңа түкте қатысы жоқ сөздерді айтамын. Жалпы сол сөздерді телефондағы адамға айтуың керексің. Кімге звондай аламыз? Досыңа ма, әлде спортшы ма, кім бар? Таныстарыңнан. Енді спортшылардың бәрі көбісі қазір ораза айы болғаннан кейін Рамазан айында бәрі демалып жатыр деп ойлаймын. Кешке бәрімізде жаттығу бар, негізі ауызашардың алдында. Соған байланысты мен бір досым бар, халыққа қызмет көрсету орталығының бас маманы. Соған хабарласып көрейік. Болды, көрейік, соған хабарласып. Көрейік. Аты кім? Аты Тілеухан болады. Тілеухан. Мен қазір сен звондайсың, мына жақтағы сөздерді айтамын. Сол сөздерді ұйқастырып, сол адамға жеткізе білуің керек. Түсінікті ғой, громко говорителей қойық. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың бауыр? Жақсы, Аллаға шүкір, өзің. Жақсы, шүкір. Қаяқтасың? Ленгірде? Жұмыстасың ба? Жоқ, машинам бар көргенде. Машинаңда баклашкалар бар ма, жоқ па? Баклашка бар. 5 литрлықтар бар ма, жоқ па? 5 литр. Жоқ, 5 литр олар. Автобуспен жүрген мұ қалада? Братан автобустармен. Соған сағат 4-де бензин алып кел деген ғой автобусқа. Автобусқа ма? Қолың болса әкеле аласың ба? Шайнектен апара алмайсың ба? Портмонеңде ақша бар ма, жоқ па?
қанша керек болғанда біраз бір 10 куптай ағаш сатып алу керек еді. Жете ма? Иә. Досым, сен ауылға примерно бір бірдеңе салайын деп жатқан жоқсың ба? Автобустың астына керек болады ма? Жоқ, ана Инстаграмға бір видео түсірейін дегенбіз ғой. Инстаграмға? Иә. Инстаграмға ағаш не жатсың? Ана сол ағаш, 10 куб ағашты алып, маска киіп келсең дұрыс болатын еді ше. Маска киіп? Иә. Досым, қойшы. Қазір білесің ғой досым, қазір бәрі ауыр проблема болып отыр. Сен түсінем ғой бәрі ауырып отқанда ағаштың арқасында ауырып отқан жоқ шығар? Сол бауыр, видео түсірейін дегенбіз ғой Инстаграмға. Қолым бос болса кел деп айтайын деген едім. Қолым бос ғой бір адам, масқта қалай болады екен ол? Жалпы, ассалаумағалейкум Тілеухан. Уағалейкум ассалам. Біз мынау YouTube жобасында Зегеш шоу бағдарламасы болатындығын. Жалпы, Қаршығаға айт деп осындай сөздер айтқызып жатыр. Түсінбей қашарсың. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Рахмет Тілеу, Қаршыға біздің айтқанымыз бойынша саған барлық сөзді жеткізді. Рахмет. Жақсы мейлі. Жарайсың, керемет ойын болды деп ойлап тұрмын мына жерде. Рахмет Қаршы, осындай әрқашанда көңілді жүр. Жеңістерің алда көп болсын тағы да. Қаршыға жалпы қалай? Ойын ұнады ма өзіңе? Жалпы, иә, ойындар ұнады, қызық. Қандай ощущение болды өзіңде? Енді бірінші ойында Спорт адамына қалай жақын ба екен бұл ойындар? Қиындық тудырмады ма? енді бірінші ойында қолғаппен конфет ашу деген өмірімізде ойлансаң да жасайтын нәрсе емес. Кішкене қиындау болды. Оны ешқашан ойламаппын. Қолғаппен конфет ашуға болады деп. Ал ары қарай Құдай қаласа сұрақтарымызды жалғастырайық. Ережесі жекпе-жек саласындағы аты дүркін UFC тұжырымы бар. Содағы өзіңнің жаңағыдай бір тұтатын адамын атап кетсең, мысалы өзің еліктеп. Енді ол ережесі жекпе-жекте бірінші келген уақытта өзіміздің бір қызығып қарайтын спортшылар болған. Солардың бірі көрші Ресей мемлекетінің спортшысы Федор Емельяненко деген болған. Бірінші спортқа келген кезімізде сол спортшының видеоларын көріп, өткізген жекпе-жектерін көріп, қызығып жүретін. Одан кейін келесі Хорватия мемлекетіндегі Мирко Кроков деген бір сол спортшының да видеоларын көріп, бойларын көріп, жекпе-жегін көріп, бір ерекше бір әсер алатындай жекпе-жектер өткізетін. Енді жекпе-жекте ең қызық салмақ деп есептеледі. 93 килограммнан жоғары салмақ. Өйткені үлкен ауыр салмақ болғаннан кейін ол жерде бәрі болады. Нокаут та болады, күрес, қызық. Жақсы, енді қазір UFC-да белгілі Қаршыға Аллаға шүкір өзіміздің жерлесіміз Арман Османов ағамыз, Шафқат Рахманов, UFC енді тұжырымдамасы бойынша жалпы төбелесіп жүрген, біздің енді жалауым желбіретіп жүрген дегендей, Жалғас Жұмағұлов дегендей ағаларымыз бар. UFC-ға өтіп, Арман Османов әлі белгіленбеді, жаңағыдай қол қойылып, бір мәмілеге немесе бір тұжырымға келуіне жүр. Жалпы солар туралы өзіңіз ойыңыз, еліміздің жалпы UFC-ға барып жатқан спортшылар туралы. Енді біздің Қазақстанда болашақта осы алдағы бір 3-4 жылда, Алла қаласа, UFC-да бір 15-20 шақты спортшы өнер көрсетеді деп ойлаймын. Өйткені бізде қазір MMA қатты дамып келе жатыр. Бізде бокс, күрестен кейінгі үшінші тұрған спорт деп есептеуге де болады. Аралас жекпе-жек қазіргі уақытта өте қатты дамып отыр. Сол себепті біздің қазақстандық спортшылар болашақта 3-4 жылдың көлемінде UFC-да 15-20 шақты спортшы қатысады деп ойлаймын. Қазіргі уақытта қатысып жатқан
UFC-де өнер көрсететін Жалғас Жұмағұлов, Сергей Морозов, Шавкат Рахманов, Мария Гапова деген қыз да бар. Сол себепті осы спортшылардың өнерлерін көріп жүрміз. Өз Оренбург қаласынан Дамир Исмағұлов деген бауырымыз бар. Солардың қазіргі уақытта жақын арада жекпе-жектері болады. Олар күтіп жүрміз, қолдан келгенше көмектесіп, сборларда бірге болып, қолымыздан келгенше тренировкада көмектесіп жүрміз. Бұйырса алдағы уақытта да бірге жаттығамыз деген ойдамыз. Алла қаласа солардың үлкен жеңістерін күтеміз. Тек қана біз емес, бүкіл қазақ халқы күтеді деп ойлаймын олардың жеңістерін. Жалпы қолдау көрсетіп жатырық дейсіз ғой. Жалпы қолдау болғанда біз спортшы болғандықтан бір-бірімізге сборға барамыз. Жарыстың алдында дайындық деген болады. Өзі бір 3 ай көлемінде дайындаламыз жарысқа. Сол 3 айда бірге сборда тренировка жасаймыз. Бізде Алматы қаласында Ақбұлақ елді мекенінде Аиба деген олимпиадалық даярлық орталығы бар. Сол жерде тауда сбор өткіземіз 20-25 күнде. Сол уақыттарда Қазақстандағы үздік аралас жекпе-жек спортшылары сол жерде бәріміз бірге жаттығу өткіземіз. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп, білмеген нәрселерін үйретіп, сол сияқты сборлар көп болып тұрады. Аллаға шүкір, қазір қолдап жатқан кісілер бар. Сол сияқты егер сондай сборлар, жаттығулар көбірек болатын болса, біздің спортшылар UFC-де 3-4 жылда емес, жақын арада өнер көрсетеді деп ойлаймын. Жақсы, иә. Енді Қаршыға, жалпы қазір қазақ қоғамында жалпақ тілмен айтқанда хайп дейміз ғой, атақ, атақты түрлі жолмен қуады. Біреу шешініп жатыр, біреу жаңа басқалай. Енді мен бұны айтайын деп отқаным, бұл жерде біз сіздердің енді өздеріңіздің спорт мәнсаптарыңызда лақап болады, мысалы Арман Османов, Сұңқар, сізді мысалы Бүркіт дейді қателеспесем, немесе Арман Әшімов ағамыз, яғни Мұстафа Өзтүрік деген. Мұстафа енді біздің Қазақстанда керемет кісінің атымен шығатын. Енді бұны айтайын дегенім, мынау қалаулым бағдарламасында Ақтөре деген бір жігіт, өздеріңіздің әріптесіңіз деп айтайын, өздеріңіздің спорт салада жүргеннен кейін Арман Әшімовқа былайша айтқанда дөрекілеп, грубо етіп қойып дегендей, бүйтіп қарасаңыз соны ойламайсыз ба? Бір-біріне деген Инстаграм парақшасында хайп жинау немесе атақ қуу деген сияқты. Әлде кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс? Енді Арман Әшімов деген бауырымыз, өзіміздің бауырым, ол уже аралас жекпе-жек Қазақстанның тарихында қалған жігіттердің бірі. М1 Global тұжырымының чемпионы болған. Қазақстанда аралас жекпе-жектен бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы, кикбоксингтан әлем чемпионы, өте мықты атақты жігіттердің бірі. Ол спортшы енді өзі Қазақстанның спорт тарихында, аралас жекпе-жек тарихындағы алар орны бөлек, ерекше бір жігіттердің бірі деп есептеймін. Сол себепті ол менің ойымша Ақтөре енді жас өсіп келе жатқан бала. Болашағы мүмкін спортта болады, спорттық карьерасы мықты болуы мүмкін, может телевизияда жалғастыратын шығар мүмкін. Енді ол жағын білмеймін, Аллахтың қалауымен көреміз, қалай болады. Бірақ егер спортқа келгенде, спорт жағынан алатын болсақ, оныкі дұрыс емес деп есептеймін, өйткені әлі оның карьерасы әлі басталған да жоқ. Жалпы бір-екі жекпе-жек өткізген, мен оны танымаймын да негізі. Бірақ соңғы бір жекпе-жегін көрдім Инстаграм парақшасынан. Ол болашағы әлі алда деп ойлаймын. Может, мүмкін мықты спортшы болып кетер ме? Көреміз алдағы уақытта. Бірақ Арманға, басқа да өзінің ағалары болып келетін адамдарға олай дөрекі сөйлеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ағаларының есебінен өзіне хайп жинау. Дұрыс айтасыз, иә. Енді Қазақстанның спорт саласына көңілің толмаған, немесе бір аяқтан шалған кездер болды ма? Енді Қазақстанның спорт саласында бізде көп жерде аяқтан шалу ондай қатты болады деп айта білмеймін енді. Бірақ өзің көңілің толмайтын кездер болады. Біріншіден
аралас жекпе-жекке мемлекет тарапынан ешқандай қолдау жоқ. Ол бірінші мәселе, өйткені барлық профессионалды спортшылардың барлығы өздері жеке спонсорлары бар, көмектесіп қолдау көрсетіп жатқан аға бауырлары бар, солардың қолдауымен дайындалып, жаттығып, жарыстарға шығып жүр деп айтуға болады. Кейбіреулер спонсор да жоқ, көмектесіп жатқан ешкім де жоқ, өзі дайындалып, бір жерде 2-3 жерде жұмыс жасап, жұмыстан кейін тренировка жасап, жарысқа шығып жүрген балдар да бар. Сол сияқты бізде мысалға футболға да өте үлкен ақша бөлінеді. Бірақ ММА-ға мемлекет тарапынан ешқандай поддержка жоқ. Ешқандай профессиональный организациялар, мысалға Алаш Прайд тұжырым болсын, үкіметтен ешқандай көмек жоқ. Аллахтың қалауымен өздерінің күшімен спортшыларды көтеріп, дамытып, алға қарап сүйреп жүр 10 жылдан бері. 10 жылдан бері оларға мемлекет тарапынан ешқандай көңіл аударылған жоқ. Сондай кезеңдер болады. Енді бірақ бір шетінен мемлекетке де өкпелейтін ешқандай нем жоқ. Өйткені бұл спорт, профессиональный спорт болғандықтан мемлекет профессионалды спорттарға ешқандай қаражат, көмек көрсетілмейді. Олар тек қана олимпиадаға қатысатын спорт түрлеріне ғана өте үлкен қаражат бөлінеді. Бокс, күрес деген сияқты. Сол себепті бізде оған үкіметке ешқандай қапагершілігіміз жоқ, бұлай жалпы алғанда. Бірақ кейбір кезде көңілге тиетін нәрсе, профессионалды спортсмендерге де кішкене қаражат бөлініп қолдау болса деген ойым. Жалпы өзің бір нақты мына адамға еліктейін деп еліктеген кезің болды ма? Жалпы өзімнің ешқандай еліктейтін адамым жоқ. Енді бір спорт қатысқан кезінде сол бағана жаңа айтып өткен 2 спортшыға қызыққан, солардың өнерлеріне қызықтым. Федор Емельяненко деген 10 жыл уақыт ұтылмаған, жеңілмей, 10 жылдан бері өзінің әлем чемпионы деген атағын ұстап тұру деген өте қиын нәрсе. Аралас жекпе-жекте 10 жыл бойы ұтылмаған, мысалға сол сияқты соған қызығып өстік, қызығып осы спортқа келдік десек де болады. Жалпы бірақ осы уақытқа дейін қызығып біреудің өнерін тамашалайтындай ешқандай адам жоқ деп ойлаймын. Енді өзіңнің ізіңді қалыптастыру деген өте дұрыс. Өзіңді қолтаңба дейді ғой енді жалпы. Последний император деген атпен Федор Емельяненконың жаңағы, енді сіздердің спорт тілімен айтқанда лоу-кик дейді, аяқпен тебу, микрокроп, жаңағы хорватиялық өте белгілі, әлемге белгілі спортшылар. Жалпы енді Қаршыға бұл осы спорттан бөлек қандай өнерің бар? Немесе бір хоббиің, қызығар? Енді біз спортшы болғаннан кейін спорттың барлық түріне қызығамын. Өзім жеке аралас жекпе-жектен басқа уақыт, қолым бос уақыттарда көңіл демалатын кезеңдерінде өзім балық аулап, футболға барам. Сондай жалпы демалыс уақыты өзі көп емес бізде. Әр жарыстан кейін бір аптадай демалам. Бір апта, 2 апта тренировка жасамай, сол уақыттарда өзім ауылға барып, өзім үйіме барып, ауылында жүріп, балық аулап, тауға шығып, көбінесе солай уақыт өткіземін. Достармен болам. Уақытым көбінесе солай демалысымды солай өткіземін. Қалған уақыттарда енді біз спорт болғаннан кейін күніне 2 мезгіл жаттығу, таңертең 2 сағат, кешке 2 сағат. Жұмыс ретінде қарағандықтан бізде бос уақыт мүлде болмайды деп айтуға да болады. Тек қана демалыс күні, ол жексенбі күні бір күн демаламыз. Қалған уақыттың бәрі күніне 2 рет жаттығуда болады. Әдемі, балалық шақ қалай болды? Бұзық болдың ба, или сәл тентектеу болдың ба? Балалық шағымды айтқанда сол жұрттың балдары деген сияқты бізде қара басын бұзық болған деп есептеймін. Көп төбелестің бе? Енді қазіргі уақытта енді кішкене ес жинап қалды, өсіп, бірақ кішкентай кезімде өте бұзық болдым деп есептеймін. Өйткені мектептің уақытында да төбелес күнде, әке-шешемізді күнде ұрыс есту, апайларымыздан ұрыс есту, сондаймен өтті. Балалық шағым жалпы солай бұзықшылықпен өтті деп ойлаймын енді. Студенттік кездерің қалай өтті? Студенттік кездерім жалпы бір қызықты өтті деп айта алмаймын. Өйткені
11 жылы мектепті бітіріп Шымкент қаласына келген кезде, оқуға түскен кезімде мен боксқа қатысатын едім. Бокста мен Қазақстан чемпионы болғам. Сол себепті мен сборный Қазақстан ұлттық құрама командасы мүшесінде болғам. Сол себепті бізде әрқашан жарыстарда, сборларда болдық. Сол уақыттарда біз Әзербайжанда, Украинада 3-4 жыл көлемінде солай жарыспен уақыт өтті де кетті. Уже жарыстар бітіп, біткен кезде, спортты қоям деген кезде уже мен студент сол оқу орнында уже бітіріп, диплом алатын уақыт болды. Жалпы студенттік өмірді достарым құсап, общежитиеде жатып, роллтын жеп өтті деп айтамаймын. Жалпы осы бокс пен ММА-дің екеуінің несі, разницасы бар ма? Енді екеуінің айырмашылығы көп. Біріншіден, бокс деген ол бір-ақ бағытта жұмыс жасайды. Ол тек қолмен ұру, қорғану деген сияқты. Ал ММА-да ол барлық бағыттарды қамтиды. Біріншіден, кикбокс, муайтай, бокс, күрес, бразильский джиу-джитсу деген бір. Соның барлық қамтығаннан кейін ММА қиынырақ болады да, оның барлығын үйреніп шығам дегенше ұзақ уақыт кетеді. Негізі жалпы алғанда бокс қиынырақ болады. Неліктен? Өйткені бокс олимпиадалық түр болғаннан кейін 4 жылда бір рет олимпиада болады. Оған дайындалатын спортшылар тек қолмен ұру болғаннан кейін одан қорғануды уже бокстың 100 жылдық тарихында адамдар уже дамытып тастағанда оны қорғанудың тәсілдерін, ұрудың тәсілдерін, оның жалпы бәрі білгендіктен ол қиын да. Мысалы, біреуді ұрып тигізу деген сияқты, біреуді қорғанады, біреуді тигізе алмайды. Сол жақ қиын. ММА-да жеңіске жетудің әртүрлі тәсілі бар. Күресіп ұтып қою мүмкін, ұрып нокаутқа түсіру мүмкін, теуіп құлатып қою мүмкін, или қылқындыру тәсілі бар, или қолын ауырту тәсілдері қамтылғандықтан жеңіске жетудің жолдары көп та. Ал бокста бір бағыт болғаннан кейін ол қиын болады. Тек қана қолмен жұмыс жасай бергендіктен оны 100 жылда уже дамытып жіберген. Сол себепті боксты қиын деп айта аламын. Жалпы енді қазір біздің байрағымызды биік ұстап, туымызды тік көтеріп жүрген қазақ боксшылары өте көп. Мысалы атап өтсек, Жәнібек Әлімханұлы, Садрин Ахметов, Геннадий Головкин әрине, ол біздің мақтанышымыз. Жалпы сіз өзіңіз енді бокстан бастадым деп жатсыз. Сол кезде кімдерге еліктедіңіз бокстан? Енді мен боксқа қатысқан кезімде біріншіден олимпиада чемпионы боламыз деген ой болды. Арман мақсат сол болды. Шамамыз келгенше боксқа қатыстық, айналыстық. Мен ол кезде әлемге әйгілі Майк Тайсон, Мұхаммед Али деген спортшыларға атақты 100 жылда бір туатын азаматтардың бірі, соларға еліктеп өстік. Солардың бойларын үзбей көріп, бүкіл видеоларын көріп, өткізген жекпе-жектерін бәрін үзбей көрген, бәрін көріп шыққан деп айтсам да болады. Жалпы енді Қыршыға қосымша табыс жағы қалай, немесе бизнеспен айналысу ойда жоқ па? Енді болашақта бизнеспен айналысуымыз мүмкін. Енді қазіргі уақытта енді бар жоспарымыз ол осы лигада чемпион болу мақсатымыз. Соған жұмыс жасап жатырмыз, барымыз салып. Енді бірақ болашақта ойымыз бар, енді басқа да қосымша жұмыстармен. Қазіргі уақытта бірақ ешқандай қосымша жұмысым жоқ. Тек қана спорт. Осы спорттың себепші болумен әйтеуір намымызды тауып, күнімізді көріп жатырық деп айтсам. Ал енді Қашығұл өзінің балалық шағынан немесе жекпе-жекте болған, жалпы өмірде болған қызықтарыңмен бізбен бөлісіп кетсең. Енді спортта жүргеннен кейін неше түрлі қызық оқиғалар болады. Солардың бірі 2013 жылы Ақтау қаласында аймақтық Қазақстан Республикасының чемпионаты болған бокстан. Енді өмірімде қалған қызықтарын қарағандағы ең қызық кездердің бірі деп айтсам болады. Салмақ бірінші рет 4-5 кило салмақ түсіру өте ауыр болды, қиналып. Ол кезде 15-16 жасында салмақ өйтіп қатты түсіріп көрмегенбіз. Қиын болды, қиын кезеңдер. Нан жеме, біздің тренеріміз система басқа еді.
нан жеме, су ішпе деп қиналып, айлап қиналып, соны су ішпей, нан жемей, сөйтіп жарысқа барған кезіміз өмірімде ешқашан нокаутта болмағам, нокдаун алмағам. Сөйтіп жарысқа шығып, 4 жекпе-жек өткіздім сол жерде бокстан. Сөйтіп үшеуін жеңіп, финалға шығып, финалда бокстасып, Маңғыстаулық Ақтаудың спортшысы, мықты спортшы еді болды. Әлі күнге дейін сөйлесіп хабарласып тұрамыз, 10 жыл уақыт өтсе де. Сол спортшымен бокстасып жатқан кезімізде қатты бір удар тиіп, нокдаун алып қалғам. Құлап нокаут болған жоқ, бірақ орында тұрып, стойкымды бәрін ұстап тұрмын, бірақ нокдаун болды да, қатты удар тигенім. Сөйтіп, нокдауннан бір 4-5 секундқа есін жоғалтып алатын өзім. 4-5 секунд даже бір 2 секунд шығар деп ойлаймын енді. Сол уақытта қатты есімде қалғанда сол кез. Есім жоғалтып қарасам, ауылда жүрген сияқтысың. Ауылда әке-шешенің қасында бүкіл кішкентай кезінен балалық шағымнан сол спорт боксқа қатысып, боксасып жатқан кезіме дейін бәрі есіме түсіп, сөйтіп көзімді ашсам, рингта бокстасып жатырмын да. Әлі болып отыр. Әзіл сияқты қыстар тың-тың-тың деп. Сондай қызық болған. Енді ол осынша жыл, 10 жыл спортқа қатыстым, бірақ бір-ақ рет сондай жағдай болған да. Содан кейін өмірімде ең қатты әсер алған кезім сол болды. Енді жалпы өзіңнің бұл спорт карьераңда дейміз, өзіңнің қанша нокауттарыңды білеміз. Жаңа өзің айтқан ауыр соққы, оңай емес, мысалы ауыр соққын бастан аласың, денеден жарақат әртүрлі аласың, бірақ енді жас кезіңде білінбейді ғой, бірақ қартайғанда мысалы шығып жатады дейді ауруларда. Жалпы денсаулығыңа қаншалықты мән бересіңдер, немесе олардың алдын қалай аласыңдар? Жалпы денсаулық мәселесі өте соңғы кездер мен үшін өте қиын жағдай болды деп айтсам, мәселе болды десем де болады. Өйткені соңғы 2 жылда өте ауыр жарақаттар алдым. Осы спортқа қатысқанның бірден бір орыстарда мақал бар, красота требует жертв деген сияқты. Бізде осы спортқа қатысқандықтан денсаулық кетеді біріншіден. Барлық профессионал спортшылардың мәселе проблемасы деп айтсам болады, ол денсаулық кетеді біріншіден. Өйткені оңай емес, 15 килограмм салмақ түсіреді бәрі. Ол денсаулыққа қатты әсер етеді. Жүрекке, асқазанға, бүйрекке, бауырға, даже көзге де әсер етеді. Көзін біреулер көрмей қалады деген сияқты. Сол себептен менде де өте ондай соңғы жылдары, осы 1-2 жылда қатты проблемалар болды деп айтсам болады. Грижа болды менде. Мойнымнан грижа пайда болып, сол қолым 90% жұмыс жасамай қалды. Сөйтіп одан емделіп, осы соңғы жекпе-жегіме дайындық барысында бүйрегім ісіп кетіп, суықтан салмақ қойған кезде иммунитет түсіп кетеді, суық өтіп кеткен. Екі бүйрегімде ісіп кетіп, жұмыс жасамай. Сөйтіп қатты ауырдым. Қазір Құдайға шүкір 1 айдың көлемінде емделдім. Алматы қаласында болдым, Сарыағашта қаласында санаторияларда болып, ем қабылдап 1,5 ай көлемінде емделдім. Осы 5 жылдан бері ММА-да жүрген емделмегенбіз, қаралмағанбыз өз-өзімізге, жаспыз деп жүре бердік. Қазір осы 1,5 ай көлемінде толық ем қабылдадым. Сол ауырып жатқан жерлеріміздің бәрін емдеп, Аллаға шүкір қазір енді денсаулығым жақсы деп ойлаймын. Алла қаласа енді Рамазан айы біткеннен кейін жаттығуыма қайтып кірсем деген ойдамын. Жақсы. Енді қазақта бір жігіт таққа отырса, 40 жігіт атқа қонады деген сөз бар. Жалпы енді біз өздерің секілді спортшылар, жалпы еліміздің атын шығарып жүрген, жалпы шетелге, әлемге танымал болып жүрген үшін біз өзіміз былайша айтқанда тақымызды қысып отырамыз. Өйткені өздеріңе тілеулес, ниеттес болып, сондықтан да алдағы уақытта спорт, жалпы жеке өмірінде тек қана сәттілік, жемісті, жеңісті күндермен жолығайық. Бүгінгі алтындай уақытыңызды бөліп, біздің The Guest Show бағдарламамызға келгеніңізге үлкен рахмет, мың алғыс дейміз. Тек қана өзіңізге бар жақсылықты, бар сәттілікті тілейміз. Ал енді мына біздің бағдарламамызға өзіңнің тілегіңді айтып кетсең. Рахмет біріншіден осы бағдарламаларға шақырып, жаңадан ашып, ұйымдастырып жатыр екенсіңдер. Алла тағала берекесін беріп, үлкен нәтижелерге жетіп, үлкен бағдарламалардың бірі болсын деп тілеймін. Әрқашанда
жолдарың ашық болсын. Болашақта әлі егер осы бағдарламада бір емес бірнеше рет кездесеміз деген ойдамыз. Аллаға. Бағдарламалардың жемісін көріңдер иншалла. Жақсы. Ал енді құрметті достар, біздің бағдарламамыз осымен соңына қарай жақындады. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық. Және де парақшамызға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар.